Ағузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті әйелдер жамағаты. Бүгінгі біздің тақырыбымыз әйелдерге арналған тақырып. Жалпы әйелдің өміріндегі мақсаты мен арманы. Әйел адамның бұл өмірдегі мақсаты Алла тағала өлшеп берген шектен шықпау керек. Яғни Алла тағала бізге жүктеген міндет, жоспар бар. Бізге ешқандай бір жаңа жоспар құрып, жаңа армандабудың қажеті жоқ. Егер біз Алланың бізге қойып берген жоспарын орындамайтын болсақ, онда басқа жоспарларымыз біздің нәтижелі болмайды екен. Алла тағала Құран кәрімде айтады, әйел адамға ең бірінші күйеуіне итағат ету парыз дейді. Егер де әйел адам күйеуіне итағат ететін болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқанындай, кімде-кім қандай да бір әйел күйеуіне итағат ететін болса, 5 уақыт намазын уақытында тақуалықпен оқитын болса, және де 30 күн оразасын жылына бір рет толықтай ұстап, сонымен қатар күйеуі жоқ кезде ар намысын, дүниесін қорғайтын болса, онда ол әйел қияметте 7 жәннат есігінің кез келгеніне шақырылады дейді. Яғни Алла тағаланың бізге әйелдерге жалпы қойылған осындай жоспары бар екен. Біз өмір сүру, яғни бақытты болу үшін бізге өмір сүру үлгісі. Біз осы 4 нәрсені орындамасақ, яғни осы 4 нәрсені толықтай орындамасақ, біз басқа нәрселерді армандап бақытқа жете алмайды екенбіз, жалпы әйелдер қауымы. Ең бірінші, әйел адам 5 уақыт намазын оқып, Алла тағаламен қарым-қатынасы дұрыс болса, ол әйел адам жан-жақты күнәлардан ұзақ болады, және де Алладан қорққандықтан мүмкіндігінше жаңағы барлық күйеуінің алдындағы, отбасының, туыстарының алдындағы, бала-шағасының алдындағы, ата-анасының алдындағы міндеттерді толықтай орындауға тырысады. Осы нәрселерді істеуге итермелейтін осы 5 уақыт намаз екен. Яғни жүрегінде иман болып, қорқыныш болғаннан кейін, 5 уақыт намазын толықтай орындағаннан кейін, әйел адам басқа міндеттерін оңай орындай бастайды екен. Екінші міндет Алла тағаланың қойған жылына бір рет ұстайтын оразасы екен. Егер де әйел адам нәпсісін тыйып осы оразасын ұстайтын болса, демек ол басқа да өмірінен жолығатын қиыншылықтарға да оңай болмаса да әйтеуір төтеп бере алады деген сөз. Егер бұл өмірдегі адамның өміріндегі өте ауыр нәрсе ол аштық екен. Аштыққа шыдай алған адам өмірде көптеген қиыншылықтарды оңай басынан өткереді, және де әлсіз адамдардың, қиналып жүрген адамдардың қадірін түсінетін болады екен. Бұл қасиеттер әйел адамға қажет болғаннан кейін Алла тағала бұл міндетті әйел адамға да жүктеп тұр. Кейін күйеуі жоқ болған кезде өзінің ар намысын сақтап, күйеуінің арын намысын қорғап, және де дүниесін сақтайтын болса, бұл да ер адам мен әйел адамның арасындағы қарым-қатынасты жақсартатын болғаннан кейін, бұл нәрсені де Алла тағала бізге міндеттеген екен. Ал енді 4-ші міндет, Алла тағала күйеуінің, жаңағы әйел адам күйеуінің алдындағы міндетін, разылығын алатын болса, міндетін орындап, онда ол әйел адам жаңағы ең бақытты әйелдерден дейді. Яғни әйел адам өзінің күйеуінің алдындағы міндетті мүмкіндігінше орындауға тырысып, және де разылығын ала алатын болса, ол әйел адамның Алла тағала жан-жақты жолын ашып қояды. Одан кейін, егер де Алла тағала осы бізге көрсеткен міндеттерді біз толыққанды орындамастан басқа нәрселерге қол жүгіртетін болсақ, мысалы, біздің өмірімізде көптеген сфералар бар, осы отбасы, құлшылықтан басқа. Бұл жерде қарап тұрсаңыз, Алла тағала бізге отбасы мен құлшылықты айтып тұрғандай болғанмен, оның ішіне көп нәрселер кіреді негізінде. Бірақ бұдан тыс қазіргі заманда әйел адамдар, мысалы, финансовый сфера деп алады, одан кейін моральный, материальный деп алады, жаңағындай моральный, материальный мен финансовый біреу. Одан кейін жаңағындай духовный деген осы жаңағы Алла тағала бізге қойып берген құлшылығы, физический деп алады, тағы да басқа міндеттерді өзіне жаңағы жүк етіп қосып алады. Бірақ жаңағындай физический болсын, материальный болсын, яғни әйел адам өзінің күйеуінің алдындағы міндетін орындап, Алланың алдындағы, пайғамбардың алдындағы міндеттерін толыққанды орындамайынша, ол қаншалықты мейлі физический жаңағындай болмаса финансовый жағдайын жақсартамын деп сол нәрсеге жүгірсе де, мына жағы ақсаңдап тұрғанда Алла тағала мына жағын көтертпейді екен. Себебі Алла тағала әйел адамға бақытты болудың жоспарын қойып қойды. Сол нәрсені бірінші орындасақ, басқасын Алла тағала
өзі ақ реттеп береді екен. Ал егер әйел адам барлығын үлгеріп жатып, әрине финансовый жағына да қол ұшын созып, адамдармен де қарым қатынасын жақсартуға тырысып, яғни қоғаммен араласып, оларға да бір пайда тигізем, олармен де жаңағындай, олардың алдында да қандай міндетімді артығымен орындаймын деп қандай да бір өзіне міндеттелмеген міндетті міндет қылып алып, сонымен шұғылданатын болса, болмаса ақша табамын деп күнінің белгілі бір уақытын соған жұмсайтын болса, онда әрине ол рұқсат етілген. Бірақ егер оның жаңағы айтқандай оң жағы ақсап жатса, алла тағала қойып берген 4 міндет ақсап жатса, басқа нәрсеге әйел адамның қол сұғуының қажеті жоқ екен. Себебі Алланың алдындағы, күйеуінің алдындағы Алланың және күйеуінің алдындағы міндеттер толыққанды орындалмайынша, әйел адам барыбір басқа нәрседен жетістікке жете алмайды екен. Бүгінге айтылған уағыз осындай. Жалпы әйел адам өміріндегі тепе-теңдікті ұстау өте қиын. Неге десеңіз, әйел адамның бойында тек қана осы 4 міндет дегенмен, оның ішінде өте көп нәрселер бар, иә. Оның ішінде әке-шешесі де бар, ата енесі де бар, оның ішінде көршілермен қарым-қатынас, балалармен қарым-қатынасы бар, оның ішінде үйдің жұмысы бар, тамақ, кір, үйдің тазалығы, тағы да басқа өте көп міндеттер бар, бұларды ашатын болса. Сондықтан осы міндеттер толыққанды орындамайынша, әйел адам басқа жаққа қол сұғатын болса, одан нәтиже болмайды. Сондықтан ең бірінші Алла қойып берген жоспарды орындап, одан нәтижелі болып жатса, әйел адам жан-жақты үлгеріп жатса, әрине басқа жаққа да ниет етіп, басқа жаққа да үлгеремін деп жатса, ол нәрсені өзіне жүк ретінде алуға және де содан да жетістікке жетуге рұқсат етілген. Бүгінгі тақырып осындай. Алла қаласа келесі тақырыпта көріскенше.